Иіс шығару. Қазақ дүниетанымында өмірден озған адамдар әруақтарға айналады. Әруақтардың азығы иіс дейді. Ол иісті шелпекті майға пісіру арқылы шығарамыз. Иіс әдетте бейсенбі күні шығарылады. Сондай-ақ адам бір нәрседен қауіптенсе, үрейленсе, болмаса жайсыз түс көрсе, кез келген күні шелпек пісіріп таратып жібереді. Мұндайда шелпек алушы қабыл болсын дейді, таратушы айтқаныңыз келсін деп жауап береді. Дайын иістен ата-бабалардың әруақтарына тие берсін деп ауыз тиіп, Құран оқылып бата қылады. Сонда әруақтардың мұрнына нанның иісі тиеді деп сенген. Өлі разы болмай, тірі байыз таппас деген көне сөзіміздің бір ұғымын ата-бабаларымыз осылай шешсе керек. Дәметкен әруақтарға тие берсін.